Астанада адам құқықтарын қамтамасыз ететін халықаралық құқықтық нормаларды ұлттық заңнамаға енгізу атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтіп жатыр. Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл Артур Ластаев форум Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары 75 жаһандық бастамасын қолдау мақсатында өткізіліп жатқанын атап өтті. Халықаралық конференция жұмысына сәттілік тілеп Қасым-Жомарт Тоқаев арнайы құттықтау хатын жолдады. Қазір елімізде реформалар аясында конституциялық сот құрылды, адам құқықтары жөніндегі уәкіл институты күшейтілді. Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің институтына келетін болсақ, осы реформа басталмай тұрып, оның штаттық бірлігі 12 адам болатын, ал қазір оның штаттық бірлігі 105 адамға жетті. Сондай-ақ барлық 20 өңірлерде арнайы өкілдіктер ашылды. Осы саяси реформаның бір үлкен әсері халықтың үнін, мұңын сол жаққа барып, қолжетімді қылып, сол жақтан естетін болдық.